Ашына. Әңгіменің авторы Мұрат Кенжебаев. Жасым болса 32-де. Менің не байым, не балам жоқ, ата-анама қадірім жоқ. Тума-туыстарым теріс айналды. Мен өмірден орнын таппаған сорлымын. Анығырық айтсам, біреудікін тартып алам деп, өз орнымды жоғалтқан албастымын. Деп, көлік артқы жағында отырған жас қыз деуге ауыз бармас. Бірақ келіншек емес, себебі күйеуге шықпаған қарындас темекінің түтінін бұрқ-бұрқ еткізе маған қарап сөйлеп отыр. Қолындағы шөлмектегі сырасынан ұрттап қойып күрсінгенде бүгін өлетін кісінің кейпі көрінеді. Қарындас, сәл сабыр етіңіз. Біріншіден, атыңыз кім? Екіншіден, өмірден орнымды таппадым дейтіндей, бүгін ертең қарттықтан өлетін адамға ұқсамайсың. Үшіншіден, албасты емессің. Адам үрікпес түрің бар, тым жақсы баласың. Не болды сонша өмірден безіп? Деп, темекі болмаса да қолындағы сырасын төкпей ішуге рұқсат беретін такси клиентіме басу айтып сабырға шақырған болдым. Әдемісің деуге аузың бармай қалды ма? Сіздер еркектер әншейінде сұлусың, кереметсің, суперсің дейтін едіңіздер, енді нағып сараңданып отырсыз, деп өзіме шапты. Қарағымай, олай дейтін ретің жоқ. Мен сені өмірімде бірінші рет көріп отырмын. Оның үстіне әйелдің бәрі әдемі екеніне дау жоқ. Бірақ ішімдік пен темекіге үйір әйел заты сұлулығын жоғалтып алады. Темекі тартып отырған әйел немесе қыз бала көрсем, маған жезөкшедей көрінеді. Сондықтан көріктісіз деген сөзді аяп қалдым. Темекі тарту қазақ қыздарына жараспайтын қылық. Ауыздағы темекімен шыққан түтін қазақ қыздарының табиғи ұяңдығын жойып, елге жеккөріштетіп көрсетеді, деп едім. Міне аға, дөп түстің. Мен сол жезөкшемін. Көшеде тұрмасам да, көрінгіме жатпасам да, мәдениетті жезөкшемін. Атым маңызды емес, жай ғана Тоня дей беріңіз, деді жұлып алғандай. Қарындасым, өмір біраз жұлмалаған сияқты өзіңді. Біресе сіз деп, біресе сен деп шатасып отырсың. Мас емессің ғой, өкінішпен ызаң қатар шығып тұр. Өкпелісің, бірақ кімге екенін білмейсің, не еңкілдеп жыларыңды, не қарқылдап күлеріңді білмей отырсың. Менің ақылымды алсаң, жыла, оңашада өкіріп жыла, сонда жеңілдеп қаласың, деп едім. Аға, қайда барам? Кімге жылаймын? Кім бар мені түсініп қолдайтын? Дұрыс айтасыз, өкініш өзегімді өртеп барады. Өзіме өзім қол көтергім келген, оны да келістіре алмадым, деп жанары жасқа толып, сондай бір бейкүнә қорғансыз күйде қарады. Қарындас, былай істейік. Мен сізді қазір адресіңізге жеткізіп тастаймын. Мынау телефон номерім. Әңгімелесуге, ішіңіздегіні шығаруға дайын болғанда телефон шалыңыз. Сізді тыңдап, білген ақылымды айтуға тырысып көрермін. Әйтпесе қазір айтқаныңыздың бәрі мас адамның сөзі болып кетер. Сырашуға міндетті емессіз, бірақ саудың ойындағы мастың тілінде деген ішіңізде өшпес өкініш бар сияқты. Ондай жүкпен өмір сүру қиын. Алақандай барлығы бір-бірін танитын ауылда әңгіме болып кетермін десеңіз, ұмытыңыз, деп жергілікті халық банкі аялдамасы деп атап кеткен гүлдер дүкенінің алдынан тоқтадым. Ештеңе деместен көліктен түсіп, жан-жағына қарап алды да жүріп кетті. Былайырақ барып көлеңкелеуіш жер тауып алып, көліктің есіктерін ашып желдетіп, бір жар қиқым-сиқымды қолмен алып тастап, автодезодорант сеуіп тастап, өзім көлеңкеге жайғасып отырдым да ойға кеттім. Неге ылғи осындай жандар маған тап болады? Еркегі бар, әйелі бар, сауы бар, масы бар, сөйлесуге адам таппай ішіндегісін ақтара алмай жүрген жандар маған жолыға береді. Әлде өзім әңгімеге тартам деп ішкі пернелерін қозғап жіберем бе? Құдай-ау, бітпеген үйің тұр, ер жеткен ұлың, бой жеткен қызың бар, мектеп жасында екеуі тағы бар, бәрінің ас суы мен киімі, коммуналдық төлемдерің мен айнымас серігің, кредитің бар. Соларға жұмсайтын уақытыңды көрінген көк етектінің көз жасына қиып жүресің бе? Жұрттың проблемасын не істейсің? Аунап жатқан өлі тірісі белгісіз мастың үстінен мыңдаған адам аттап өтіп жатыр. Сен де өт солай. Өлмесе өмірім қапсын деп бас пайдаңды ойлап жүрмейсің бе? Деп ішкі жан дүнием айғай шығарып ұрсып жатыр.
Сондай ішкі ойларыммен жағаласып отыр едім, телефоным сағындым Алматымның әуенін төгіп жіберді. Көтеріп едім. Алло, аға, ассалаумағалейкум. Атақозыдағы клиентіңізбін. 2-3 точкаға баратын такси керек еді, бағасына келісерміз. Келесіз бе? Деді. Танып отырмын. Тауық бағатын бала. Өткенде жәрмеңкеге тауық апарамыз деп, ол тауықтар жәшіктен шығып кетіп біраз әуреленген едік. Оғалейкум ассалам, бар бол інім. 6-7 минуттан соң барам. Тағы тауық тасу керек болса, жәшіктеріңді мықта, деп телефонды сөндіріп рөлге отырдым. Жаңағы қыз хабарласып жатса көрерміз. Жезөкшімін дейді. Мүмкін жазуға тұрарлық бірдеңе айтар, деп тауық тасуға кеттім. Неге екенін білмеймін аға, сізбен кездесіп сөйлесіп көрем деп шештім. Күлкі қылып мазақтасаңыз да, жаралы жанымда азаптасаңыз да, енді маған бәрібір. Мен бұл өмірге сыймайтын сияқтымын, деді көлікке отырар-отырмастан кешегі таныс Тоня. Жексенбі күні болғасын таксиге клиент шамалы болды, одан қалса аспан айналып жерге түскендей ыстық. Драйверден шыққан заказдарға бір құдай итеріп, бір құдай жетектегендей болып, селқос барып жүредім, бейтаныс номер соғып. Сәлеметсіз бе? Дегенде дауысынан кешегі Тоня екенін білгем. Кешегі адрес бойынша келуімді өтінді. Кешегідей емес, бір нәрсеге бет бұрғандай дауысы нәзік болса да, сенімді нық естіліп тұр. Солай келісіп, алысқа ұзамай-ақ жақын маңдағы 2 қабат корпус үйлердің көлеңкесіне тоқтағанбыз. Ағай, жақсы ит көрсетпейді деген, енді келем бе, жоқ па, кім білсін, не болса да ішімдегіні айтып кетейін деп шештім, деді де қолындағы пепсиден ұрттап қойып әңгімесін бастады. Аға, мен 19 жасымда программист мамандығыммен акиматқа бір бөлімге жұмысқа орналастым. Жасыратыны жоқ, көрер көзге көрікті екенімді сезетінмін. Мектепте де, мектептен соң да үйленейік деушілерден көз ашпадым. Ешкімге қарамадым, шынымды айтсам теңім деп есептемедім. Жұмысқа тұрғанда да қылтың-сылтың әңгіме айтып әзілдесіп, іш бауырыма кіріп менімен жақын араласқысы келетіндер көп болды. Бірақ өмір деген қызық нәрсе емес пе? Соншама бойдақ жігітті місе түтпеген жүрегім өзімнің 40-тан асқан бөлім бастығыма байланды да қалды. Бастығым сауатты, өмірді дұрыс түсінетін, бойшаң еңселі, ашаң жүзді, артық еті жоқ мен үшін жігіттің сұлтаны болып көрінді. Аты да өзіне сай арыстан еді. Ал әйелі керісінше жасына жетпей толысып кеткен, мінезсіз, ешқандай өзіндік ойы жоқ жалпақ сары болатын. Менің бастығымның теңі емес деп шештім. Бастығымды жағалап, алдынан былай да былай ойқастап көзіне түсуге тырыстым. Үмітім алдамады. 3-4 айдан соң бастығыммен ашық жарқын сөйлесетін жағдайға жеттім. Естігенім, әйелі 4-ші баладан соң қант диабетімен ауырған, қазір тек күтіммен жүрген адам екен. Арада жыл жарым уақыт өткенде аңдыған жау алмай қоймас деген. Бір күні түстен кейін ауыл сыртына табиғатқа шығып сыра ішіп отырғанымызда ол менің өмірімдегі алғашқы еркек болды. Мә, Тоня, сен әлі қыз ба едің? Ойламаппын, не болса да таң қалдырдың, деп таңданысын жасыра алмады. Біреулерден естісе де, әлде өзі сезіктенсе де, бір күні бастықтың әйелі келіп оңаша сөйлестік. Аты Майра екен, барынша бәсең, жанашыр тілмен айғай-шусыз шешпек болған сияқты. Тоня, сен түсінде дұрыс шешім қабылда. Біреудің байы саған бай болмайды. Басың жас, атың шығып кетпей тұрғанда теңіңді тауып ал, деді. Мендегі көкірек оны тыңдата ма? Оның солай сөйлеп тұрғанын өзімнің жеңісім деп ойладым. Бір жолата тұқыртып жолымнан алып тастамақшы болып. Мен бір нәрсені түсінем, ол Арыстан екеуміз бір-бірімізді сүйетіндігіміз. Сен оның теңі емессің, оның қасында мен жүруім керек. Сен оның бағасын білмедің, араларың суып кеткен. Ол сенімен тек аяғаннан тұрып жатыр. Онда саған деген сезім жоқ болғанда емес деп көкідім. Себебі бір сөзінде Арыстан, арадағы әңгімеміз азайды, бұрынғыдай алып ұшқан сезім жоқ деген болатын. Майра маған түсініксіз бір түрлі көзбен қарап тұрды да: Тоня, сен өзіңе не құрастырып алғаныңды білмеймін.
Бірақ Арыстан үйден кетпейді, себебі ол балаларын қатты жақсы көреді. Біреуді жылатып, екінші біреу бақытты бопты дегенді естімеппін. Ал жалпы өзің қара, мен айтарымды айттым, ескерттім. Арғы жағын өзің білерсің. Арыстан кетем десе аяғына тұсау болмаймын, алимент сұрап айғайда шығармаймын, деп шығып кетті. Менің қуанғаннан есім шығып кете жаздады. Жиналыс жасап отырған Арыстанның босауын тағатсыздана күттім. Әрбір минуты жылдай созылып, жиналыс та бітті. Хатшы қыздың көзінше әлдебір қағаздарды ұстай кабинетіне қиялдың қанатында ұшып кірдім. Кіргеннен отырған жерінде мойнынан құшақтап, жаным, екеуміздің жолымыз ашылды. Жаңа ғана Майран келіп, қажет болса алимент те сұрамаймын. Егер қаласа, рұқсат бердім қосылуларыңа деп кетті. Екеуміздің де арман ойымыз сол емес пе еді деп қуантқалы құлақтарынан тістелеп еркелеп едім. Ол басын көтеріп, маған тесіле қарап. Ақыры шыдамай келген екен ғой. Солай деді ме? Рұқсат болса кете берсін деді ме? Ол сондай, одан шығады, деп аз кем ойланып отырды да. Не ғой, Тоня, сен бекер әуре болғансың. Мен саған үйленем деп уәде берген жоқпын. Кездесуім саған да маған да ұнайтын, ал семья құруды айтпадық та, сондықтан мен Майраны таңдаймын, бала шағамды таңдаймын. Саған көп рахмет, тамаша сәттер сыйладың, көңілімді жасартып қуаныш сыйлай білдің, бірақ мен әйел бала шағамнан кете алмаймын, деп кабинетінен менен бұрын шығып кетті. Сол кеткеннен келмеді, басқа қалаға, басқа жұмысқа ауысқанын кейін естідім. Телефон номерін өзгертіп, желідегі аккаунттарында бұғаттап тастаған. Арыстанның бұлай істегеніне қатты қиналдым. Бір есептен өзімді де кінәладым. Ол маған ешқашан үйленеміз, қосыламыз деген жоқ. Бөлімге Арыстанның орнына 50-ден асқан үлкен кісі бастық келді. Бірақ маған бәрібір еді. Өмірге деген еңсем түсіп кеткенді. Сөйтіп солай арада айлар өтті, жыл өтті. Өзім қатарлы бір-екі жігітпен айына 2 айда кездесіп көңіл көтеріп жүргенім болмаса, өмірім бір қалыпты өте берді. Сондай күндердің бірінде басқа бөлімнің бір қызметкері туған күн жасап бәрімізді шақырды. Басқа бөлімдегі біздің бөлімнің жас жігіттері қатар құрбы ретінде әзілдесіп араласып жүретінбіз. Тек Арыстан барда мен оларды көзге ілмеуші едім. Олар да маған қатты ұмтыла бермейтін. Содан туған күнге бардық, жергілікті мықты кафелердің бірінде болды. Іштік, жедік, биледік. Жігіттер жағының барлығы дерлік мені көзбен ішіп жеп қоярдай болып отырды. Сонымен не керек? Сол туған күннен соң басы бос жігіттер мен әйелдері үйде қалғандары бар. Туған күнді бір үйде жалғастырдық. Ар жағын аға өзің түсініп отырсың не болғанын. Сол күннен бастап мекеменің гүлі атандым. Айналамдағы жігіттер қасымда құрақ ұшып жүретін болды. Бұның бәрі алдамшы, жалған 5 күндік тірлік екенін сезетін едім. Әйтсе де жаныма қатты тиген бір сөз болды. Ол мекеме жігіттері оңашада темекі тартып қарқылдасып отырған жерге аңдаусызда барып қалдым. Мені періште деп қол жүгіртіп ойнап жүрген біреуі, жігіттер, Тоняны ортаға алып бір отырыспақ жасамадық па? Құдайға шүкір, Арекең тегін тастап кетті емес пе, общакқа, деп дарақылана күлгенде бәрі соны қостай күлді. Жыным келіп ашуланғаным сонша, сол сәтте бәрін ойланбастан ата салар едім. Бетіме періштем, гүлім, сұлуым деп жүріп сыртымнан жаман ат қойған екен. Тоня, жұрттың бәрі сені жақсы көреді, еркек біткеннің бәрі сенің жолыңда өлуге бар дегенге шар сияқты үріліп жүре беріппін. Неткен көріс оқыр едім десеңші, сыртымнан сыпсыңдаған сөзге құлақ салмаған неткен саңырау болғанмын. Сонымен жұмыстан кеттім. Қалаға кеттім. Вахталық әдіспен жұмысқа тұрдым. Онда да үлкен мансапты кісінің арқасында. Бәріне сол кісінің арқасында төсекпен тән арқылы жеттім десем де болады. Содан жақында бір сыныптас құрбым, сыныптас бір жігіттің әлі бойдақ екенін айтып, шанс болса екеуіңді қосып жіберейік, демалысыңда ауылға келіп кетсеңші дегенге, сыныптас құрбыларымды көрейін дедім. Бір жағынан бойдақ жігітке тиіп отбасы болып кетсем деген есек дәмемен де келген едім. Сыныптастармен кафеде кездестік. Бойдақ жігіт те келді.
Баяғыда мектепте жүргенде бар жоғын байқамайтын бозынбай болушы еді, әлі де сол қалпында. Көп сөйлемейді, жұрттың әжуа мазағын еркін қабылдап ыржиып қана отыр. Отырыспақтан соң оңаша отырып сөйлессін деп сыныптас жігіттер жағдай жасаған болатын. Сөйлесіп отырғанда да бозынбайымның сөзі бір жолата өлтірді мені. Тоня, суға кеткен тал қармайды дегенді түсінем. Бірақ сен қармайтын тал мен емес. Сені алып, неше адаммен бажай екенімді есептеп отырғым келмейді. Ренжіме, әркім өз жолының жолаушысы, әркім өз бақытының ұстасы, деп ешкіммен қоштаспастан шығып кетті. Содан соң-ақ мен бұл өмірде орнымды жоғалтқанымды түсіндім аға, деп сөзін аяқтады. Не айтарымды білмей, 5-6 минут отырып тамағымды кенеп қырылдай сөйлеп. Тоня, сен олай ойлама. Өмірге келген әрбір адамның өз миссиясы болады. Адам өзі оны толық түсінбесе де соны орындап жүруі мүмкін. Сол мақсатты түсінем дегенше басын тау тасқа талай рет соғады. Сен бір-екі рет меселін қайтқанға орнымды жоғалттым немесе таппадым деме, сенің орның әлі босаған жоқ, немесе дайын емес. Иә, саған бірден өзің ойлағандай отбасы болып кетуің оңай емес. Сондықтан сен отбасыны өзің неге жасап алмайсың? Дегенімде үміттене жалт қарап, қалай? Деді. Түсінесің бе, Тоня, сен сияқты тағдырымен тайталасып жүрген, адасып барып жолын тапқан адам аз емес. Жалғыздық жанына батып жүрген, араққа салынған немесе мүгедектігі бар жігіттер бар. Неге солардың біреуінің өмірге деген құштарлығын оятып, жалғыздығына серік болып, тек екеуіңізге арналған бір ғұмыр жасамасқа? Сен бар жоғы 32-десің, әлі ұзақ өмірің алдыңда. Мүмкін әйелі өліп балаларына ана болар жан таппай жаны шырқырап жүрген жігіттің жүрегіне демеу боларсың. Кім біліпті қай жерден шырағың жанып, қай сүйдің шамын жағарыңды. Солай, қарындасым, өмірден түңілуге әлі ерте саған. Қандай адамға кезіксең де сұлулығыңмен емес, мейіріммен қаратып алуға тырыс. Отбасылық жағдайда мейірім бірінші орында болсын. Сол мейіріммен өзің сияқты бір адамның өшкелі тұрған отын жаға алсаң, екеуіңнің оттарың өзгелер сүйсініп жылынар алау болары анық. Дегенімде, солай ма аға? Өмірден кетуге ерте ме әлі? Мен тындыратын іс бар ма сонда? Деп көздері жылтырап, от жанып шыға келді. Бақытты бол, қарындасым, бәрі жақсы болады. Әңгіменің соңы. Қазақша контентті қолдап каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз.